Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Асылбек. Қалайсыңдар достар? Достар, бүгінгі видеода мен турнирде ойнайтын боламын. 14-ші дивизионда отырмын. 14-ші дивизионда бастап ойнайтын боламын. Достар, видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып кетейік достар. 1000 подписчикке жеткізіп кетейік. 1000 подписчикке жеткізгеннен кейін мен тегін турнир ұйымдастырамын. Тегін турнир ол стримда өтеді. 1000 подписчикке жетсек ютубта стрим ашылады. Стримда өткіземін. Тегін турнирларын өткіземін. Сол үшін достар 1000 подписчикке жеткізіп кетейік. 1000 подписчикке жетпейінше ол турнир ұйымдастырылмайды. Стримге кіріп ұйымдастырамын оны. Ал енді біз видеомызға кеттік. 70 золотоны береміз. Там ашылды. Бізге бұл керек емес. Бізге қай схеманы қолдансақ болады. Өзіміздің қарапайым осыны ала берейік болмаса. Там болды, осы болады болмаса. Мессиді қоямыз. Мухаммед Салах. Роналдумыз қаяқта? Роналдо, Садио Мане. Там Модрич. Алисон Бекер, Александр Арнольд. Так, сосын Неха Каутино, Ван Дейк. На жерге жоқ, берге қоямыз Альван. Так, болды ғой, осы схеманы не берейік. Істеп тұр мынау. Каутино, давай. Ал енді біз бірінші матчымыз бастаймыз, кеттік. Өз 4 матч болады, 4 матчта отсақ. Осыны ұту керек. Басталды. Айда. Сет ұстамай қатпасын, я, менде дұрыс ұстап тұрған жоқ сет. Так, болсай. Кірсе енді. Айттым достар, сет дұрыс ұстап тұрған жоқ. Достар, Премьер Лига 2023 қашан шығады десеңіздер, 2023 жылдың аяғында шығатын болу керек. Өйткені жыл сайын, айттым ғой, сет ұстамай қалады деп. Өйткені жыл сайын неде өтеді? Желтоқсанда, жылдың аяғында шығарылып отыратын. 2022 қателеспесем желтоқсанның 9-ында ма, сол жобада 13-не ма істелген тұғын, обновлять етілген тұғын. Там ойын басталды. Сол жылдың аяғына шығады. Енді білмеймін, үлкен өзгеріс болайын деп тұрған сияқты. Гол! Ай, хорош! Месси. Анкара Месси. Давайте, достар, лайк басып қолдап кетейікші. Там осы видеоны потолок просмотр жинап тастайықшы. 20-30 мың просмотр. Жинай аламыз ба, достар? 20-30 мың просмотр, лайк. Давай. Ай, хорош. Енді көтереміз. Пенальти. Ауларың жарымат жіктер. Біз аламызда. Біз аламызда. Там солға қарай теуіп көрейік. Және бұлды шығып кете салмайды екен, ұтылатын біле. Және. Ай, молодец. Главный гол соққызмаңдар ше. Короче, достар, бізде екінші тайм басталды. Екінші таймда 30 теңге беріп жібереміз. 30 теңген, 30 золотаны аямаймыз оны. 78 мың золото тұрғанда, Там, давай. Әлі бірде-бір отыр, чот. Достар, неге Францияның логотипін қойып алғансың десеңіздер, видео үшін қойған болатын. Ауыстырып тастаймын оны. Ол видео енді жасалады. TikTokқа салынатын видео ол. Енді голдыш. Роналду, не істедің сен?
Дай. Ай, блин. Не өліп кетті мынау. Ай, қатты өліп кетті. Онша емес деп қояды. Жұрт бірінші ұтып алсай мен. Деп ұтылып қалсаң бәле ғой. Модрич, Лука Модрич, Неймар Джуниор, everybody. Және гол! Гол! Дибала! Хай, хорош! Жігіттің гүлісің. Деп қойасына көречі. Достар, бұл видео ұзағынан болайын деп тұр. Şimdi 4 матч дейді. 4 матчтен қиып барынша саламыз. Тағы. Ай, хорош! Чуть-чуть қалды, молодец. Кім деп седе. Әуелете пас береді. Және гол! Криштиано Роналдо. Деп қойасына көречі. Давай. Шығасың ба? Да. Ну. Шықпайын дейді ғой. Онда көкеңді танытып жіберейік та, Бұлай қой жібереміз де, короче. Кеттік, давай. Және де гол. Гризман. Антон Гризман. Дейсің ғой, короче. Давай, шығасың ба? Шығып кет жор. Айттым. Оны не смайлік көрсетіп атыр еді, Адам деген әліне қарамай мекен, дейсің ғой. Так, біз 2-де 4 миллион очко бар. 133 алтын медаль бар екен. Кеттік. Бізде шаршап тұрған игроктар жоқ беген. Көріп алайық. Давай, достар, бірінші матч ұттық. Екінші матч. Достар, көресіз, міне дегенше екінші матч басталды. Деп қоясың ғой, короче. 80 алды, молодец, жақсы. Ұтылып қалмасақ болар еді. Видеоға түсіріп отқанда позор болып, жер болып ұтылып атпайық. Айт дегенде өлеңді Месси. Кара Мессин. Ай. 30 теңгені береміз. Ай, сәулем. Мынау гол болып кетпесе болар еді. Ай, хорош. Сеттің арқасында гол соқып кететіндер көп қойшы. Сет ұстамай қалады. Не үшін? Қазақстанда сет нашар. Ой, ерден гол соға алмайсың енді. Өйткені варатада Алисон Беккер. Жақындап келатыр. Қателік жасамаймыз біз. Асыра көтереміз. Офсайд дейді. Офсайд. Және де үш жерден Ван Дейк асыра көтерген пасы. Роналдо, Мане, Сане, в общем. Құрай. Сет қатпа. Фокус. Біз игроктарды ауыстырмаймыз бей? Ауыстыратын уақыт болып қапты да, Там, ол өке отыра берсін әзір. Кеттік, давай. Готов паси. Тесіз башы, мұны. Не істейді дейін, Сондағысы бірақ игрок. 12 секундта бірақ игрок. Мен 8 секундта 3 игрок ауыстырып. Бұл 8 секундта 3 игрок ауыстыру деген әлемдік рекорд қой жүктір. Ай.
Ей, қуасың ба? Ай, хорош, сет қатпаш. Және гол деші. Не болды? Және де гол ма? Жоқ. Ай, ұтылмау керек бізге жігіттер. Гол. Ура! Антон Гризман. Хорош, Погба. Пари, жаты, Погба. Месси. Ешті уақыт созамыз ғой енді. Басқа вариант жоқ енді. Амалым қаншей. Амалым. Ай, жоқ. Мұхаммед Салах. Ей, Неймар, құрай. Етіп адамды қорқытпаңдар, ей. Сәл шатаңдар. Ой, 5 минут қосып бергенше. Сатып алған мына. Ой. Офсайд. Ай, хорош. Және де барынша көтереміз. Сөйтеміз алға қарай ұрып жібереміз, теуіп жібереміз. Және гол. Mesela 2-0. Шық құры. Италиядан келесің ба? Қызықтырмайды маған. Короче, қуып жібереміз. Үйріктарды бір көріп алайық. Мына шаршап қапты. Шаршақпағандарды үст жібереміз. Тамшықтер. 3-ші матч басталады. Кеттік қалай. 3-ші матч басталды, жігіттер. Бізде әдеттегідей сет ұстамай тұр. Не мынау? Не, айтшы мынау? Ақ форма. Базар жоғы. Болмайды мынау. Енді қуама точно, ақ форманы шығарып қойды. Итім мынау. Мен, жігіттер болмайды мынау. Ұтылам мен адам. Жақсы. Мынау жақсы ойнайды, жігіттер. Ұтылдым мен. Ай, хорош. Давай. Роналду. Скорсың 100 бола тұра. Қайдағы бір. Айтамадым. Гол! Оле! Месси. Анкара Мессин. Жарайсың. Және де. Месси дубль жасай аламма. Гол! Месси дубль аптыра. Ай, хорош. Енді жеңуге болады, сет ұстамай қалмаса. Уақыт созып жүре беру керек. Болмаса бір гол соқсам шығасыз ма деп сұрап көру керек адамнан. Сұрай алсаң да, бірақ. Бари жаты. Бізде 1 минут қосты. Ай, хорош. Түміскелеп жүрсің ғой сен яқты. Және бірінші тайм бітеді ғой. Бітеді. Так. Екінші тайм басталды, жігіттер. Қыздар, қанымдар мен мырзалар. Және де 30 теңге береміз. Жоқ. Мүмкіндік бермеңдер, жігіттер. Сендер скорстарың, фулсыңдар ғой сендер, жігіттер. Фул бола тұра, ұтылып қалсақ ят болады бізге. Және ютубқа түсіріп атырық. Жігіттер, чемпион болмасақ ят болады. Бар күштерің саңдар.
Енді жете алмай қалады ғой енді. Ай, хорош. Роналдо бұл жолы гол сала ала ма? Ай, хорош. 3-0. 3-0. Қозын көрейші. Ай, хорош. Жарайсың. Бағана шығып кету керек еді ғой. Үшінші орын ба? Ай, хорош. Әзірше болады. Мынандайларды ақ қойайық. Жігіттер, сендерге бір айтарым, сендер енді көтеріліп келе жатқан болсаңдар, мына 14-ші дивизион дегенді примерно 18-17-ге қойып ойнаңдар. Сол кезде сәл өздеріңмен қатар адамдар түседі. 20-ға апардың қажеті жоқ, 20-да мықтылар шығып кетуі мүмкін, өйткені төмендегі игроктар жеңіп мәз болады олар. Бізде көтеріліп алған жоқ, сондай болды ғой. Кейде мынандай керек болған кезде осындай ғой. Жігіттер, в общем, алтын неге агент жинап жатырмын. Легенда агент 2023 қалай шығады? Сол кезде агент ашамыз, YouTube видеоға салып. Қой көрейікші. Соңғы матч. Біз бір тексеріп алайық игроктарды. Жігіттер, бұл видео ұзағынан болайын деп тұр енші. 15-20 минуттай болайын деп тұр. Кеткі финал. Финал. Оле, 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 оле. Оле, оле. Ай, хорош. Франция. Франция болып қалды жігіттер. Негізі Қазақстанға қою керек. Видеоның алдын ұмыт кетіппін. Ничего. Ой. О, хорош. Жүгір. Месси. Офсайд. Жақсы, жігіттер. Асықпаймыз, саспаймыз. Біз главный бір голмен болса да пенальти тебісіп ұтсақ та ұтуымыз керек, жігіттер. Өйткені бұл финал. Енді пас береміз. Және де деп айтайын деп атсам болмай қалды. Және де қатты деп жібердің ғой. Ондай қанның қызында да болып тұрады, жігіттер. Ұтылып қазам айып дейсіңдер. Бізде екінші тайм басталды. Және де Криштиану Роналдо Мессиге, Месси Роналдоға, Роналдо қайттан Мессиге, Месси өз жерден тұрады да Роналдоға берейін деп қамайды да, в общем, бітіш болады. В общем, бітіш болады. Гей болмайды мынау. Болмайды ондай, жігіттер, айтыңдаршы. Менге дұрыс қой, дұрыс па? Онғы дұрыс емес қой, дұрыс па? Тепе! Ай, хорош. Енді, ой, no. Тепетін кезде теуіп, теппейтін кезде теппей. Барынша көтереміз. Ой, қалай тұрмайсың ба? Деп қоғасын көречі. Ей, көл сұқпа. Бізге игроктар ауыстыру керек. Срочно. Игроктар ауыстырамыз. Кильян. Сол баяғы игроктар ғой, короче. Бұлай жібереміз. Хорош, кеттік. Тез бош, тез. Не ойланып толғанып атсың, ей? 15 секундта 2-ақ игрок ауыстырды. Көрдіңіздер ме, жігіттер, айттым ғой бұл. Мердің рекорды ғой бұл. 8 секундта 3 игрок ауыстырып тастау дегенше. Гол! Хорош! Гол! Мбаппе. Килиан Мбаппе.
Жақсы жігіттер, жақсы. Үйю. Бізде енді бірінші гол болды ғой. Йо. Және де екінші гол бола ма? Антон Гризман жүгірді. Және де пас алмасын. Шықсаңдар. Гол! Килиан Мбаппе дубль автор атанды. Килиан Мбаппе. 4 минут қосты бізге. 4 минуттың ішінде хет-трик автор атана ала ма? Килиан. Давай. Ой, сәл қап еді ғой. Хорош. Килиан Мбаппе. Үздік матч атанды. Так, осы бізге керек жігіттер. Міне бір алтын алдық, бір легенд агент алдық. Мына золото керек емес та бізге. Бірақ тұра береді да. Бірінші орында 43 мыңмен. Все, жігіттер, келесі видеода көріскенше лайк басып каналға тіркеліп отырайық. Все, давайте, келесі видеода көріскенше жігіттер.